алдағы 15 наурыз күні халықтық референдуммен өзіміздің жаңа ата заңымызды қабылдағалы отырмыз. Шын мәнінде 1995 жылға қабылданған конституцияға өзі 30 жылдан асып барады екен. Шын мәнінде уақыты да кетті. Оның үстіне бүгінгідей күрделі кезеңде жаңа конституция қабылдау керек болған сыңайлы. Оған енді конституциялық комиссия жұмыс істеді. Конституциялық комиссияның құрамында 130-дай адам болды. Олардың қатарында ғалымдар, профессорлар, кешегі құрылтайдың мүшелері, аймақтық қоғамдық кеңестің төрағалары да барып қатысты. Ол аймақтық қоғамдық кеңестің төрағаларының қатысуы біздің өкіліміз ретінде біздің үнімізді жеткізді. Заңымызда айтылған мемлекеттік тіл қазақ тілі деп. Ал енді қазақ тілінде ата заңымызды дайындап отырсақ, қазақ тілінің мәртебесінің көтерілген емес пе?